Армысыз спорт сүйер қауым, сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдары. Онымен таныстыратын мен Мәди Бижан. Біз бастаймыз. Қазақстандық теннисші Мексикадағы турнирдің екінші айналымына өтті. Отандасымыз Бейбіт Шоқаев швейцариялық Андуан Белемен күш сынасқан болатын. Ойын қорытындысы бойынша Бейбіт қарсыласынан 7-5, 6-4 есебімен басым түсті. Ал тартысқа толы кездесудің ұзақтығы 1 сағат 26 минутқа созылды. Айта кетейік, келесі айналымда қазақстандық Майо Скулкейт кездесуінің жеңімпазымен ойнайды. Рыбакинаның Германиядағы қарсыласы кім болмақ? Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Штутгартта Porsche Tennis Grand Prix турниріндегі келесі қадамдары белгілі болды. Отандасымыз бірінші айналымға қатыспай, 1-8 финалдан жорыққа шығады. Ол жақта Вероника Кудерметовамен кездеседі. Ширек финалға жолдама алса, қарсыласы Онс Жабер болуы әбден мүмкін. Грек-рим күрестің шебері Ержет Жарылқасын Бішкекте өтіп жатқан күрес түрлерінен Азия чемпионатында алтын медаль иеленді. 63 келі салмақта белдескен Ержет Жарылқасын финалда жапон балуаны Аята Сузукиді жеңді. Ержет Жарылқасын турнирдегі алғашқы белдесуінде Оңтүстік Корея балуаны Док Юнг Чунды 6-4 есебімен ұтса, ширек финалда Сауд Арабия спортшысы Хавсавиден 8-0 есебімен басым түсті. Кейін жартылай финалда Солтүстік Корея өкілі Чан Кимді қапыда қалдырып финалға өткен еді. Айта кетейік, Бішкектегі Азия чемпионатында қазақстандық еркін күрес шеберлері 1 алтын, 2 күміс, 1 қола медаль еншілесе, әйелдер күресінен сынға түскен балуандар 4 қола медаль жеңіп алды. Азия чемпионатында бақ сынаған тағы бір отандасымыз күміс жүлдегер атанды. Бішкекте өтіп жатқан Азия чемпионатының финалында грек-рим балуаны Нұрсұлтан Тұрсынов ирандық Насер Ализадемен күресіп 5-0 есебімен жеңіліп қалды. 87 келіде Нұрсұлтан Тұрсынов жарыста ширек финалдан бастаған болатын. Отандасымыз бұл сында Оңтүстік Корея спортшысы Сенгуан Лиді 9-0 есебімен жеңген еді. Ал финалға шығарысында Өзбекстан балуаны Рахимжон Узуковтан 9-0 есебімен басым түсті. Дмитрий Бивол мен Артур Бетербиев алғаш рет көз арбасты. Қос боксшы Лондонда жекпе-жек алдындағы ресми баспасөз мәслихатында кездесті. Айта кетейік, жекпе-жек бірінші маусымда Эр-Риядта өтеді. Екі боксшы да ешқашан жеңілген емес. Бетербиев 20 кездесуде жеңіске жетсе, Бивол 22 рет қарсыласынан басым болған. Осы кездесуден кейін қос мықтының бірінің статистикасы өзгеретін анық. Бүгін түнде Чемпиондар лигасының 1-4 ойындарының қарымта кездесулері өтеді. Алғашқы болып Барселона өз алаңында ПСЖ командасын қабылдайды. Қос команда арасындағы алғашқы ойын каталониялық ұжымның басымдығымен 3-2 болып аяқталған еді. Бүгінгі кездесуде алаң иелері сапынан маңызды ойыншылар Балде, Гави, Кристенсен, Роберто алаңға шықпайды. Осы ойынмен қатар басталатын тағы бір қызыққа толы кездесу Боруссия Дортмунд және Атлетико Мадрид командалары арасында өтеді. Өткен ойында мадридтік команда өз алаңында 2-1 есебімен жеңіске жеткен еді. Кеше түнде Англия премьер-лигасының 33-ші турын Челси мен Эвертон командалары түйіндеді. Эвертонды өз алаңында қабылдаған ақсүйектер қонақтарды 6-0 есебімен тас-талқан етті. Бұл ойында жаңа рекордтарды тіркеліп үлгерді. Оны англиялық жас талант Коул Палмер орнатты. Шабуылшы кездесу барысында 13-ші, 18-ші және 29-ші минутында 3 және 64-ші минутында тағы бір гол соқты. Осылайша Челси тарихында премьер-лигада ең жылдам хет-трик жасаған ойыншы атанды. Коул сүрмергендер тізімінде 20 гол және 9 нәтижелі паспен күш бастап тұр. Жаңа тегін X5 ойыны Winline букмекерінен Winline қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз, сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Winline қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Еш күмәніңіз болмасын, Winline төлейді. Спорт әлемден келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жеңісті күндерде жүздескенше сау болыңыздар.